Адамның күні бар ма сыналмаған, бақтайса мал менен бас құралмаған. Күніне 90 түрлі көрсең пәле, сонда да күдер үзбе бір Алладан. Адамның білімі аз болса да, оны мына 4 нәрсе жоғары көтереді. Біріншісі ұстамдылық, екіншісі қарапайымдылық, үшіншісі жомарттық және көркем мінез. Ұлылық пен тәкаппарлықты шатастырып алмаңыз. Ұлы екеніңді өзің емес, өзгелер сезінсін. Сол кезде ғана ұлы боласың. Өзің ғана сезінсең, тәкаппардың бірі боласың. Адамның ақиқаты. Адам өзі жасаған үлкен күнәларын қап-қаттығып жүреді. Өзгенің кішкентай күнәсін көрсе, қабырғаға іледі. Арқаңнан пышақ сұққанға ашуланба. Оған сеніп, арқаңды тосқан өзіңсің. Артыңнан сөз тасығанға да ренжіме. Оған адам ретінде қараған өзіңсің. Адамдардың ең жақсысы жүрегі жаралы бола тұра, тілі түзу болғандар. Барлығы әлемді өзгертуді ойлайды, бірақ ешкім өзін өзгертуді ойламайды. Адамдарсыз адам бағы жанбайды, көңіл шіркін ықыласқа қонбайды. Жылы сөзді артығырақ айта бер, жаның содан жараланып қалмайды. Бір адам санасқысы кеп тұрады, бір адам таласқысы кеп тұрады. Әр адамда білсеңіз қызғаныш бар, барлығында ол іштен жеп тұрады. Бір адам сізді жаман деп жүреді, бір адам сізді жақсы деп жүреді. Адамдардың бәрі де бұл өмірде бір-бірлерін билегісі кеп жүреді. Бұл дүниеде бақытты болмасаң, келесі дүниеде де бақытты болмайсың. Бақыт ол иман нәсібі. Бір мақсатты көздеп, үлкен жолға шыққанда, саған үрген, кез келген итке тұра қап таяқ ата берсең, онда еш уақытта көздеген мақсатыңа жете алмайсың. Қойлар өмірлерін қасқырдан қорқумен өткізеді, бірақ соңында оларды жейтін шопан болады. Адам денесіне ота жасау үшін ұйықтату керек, ал рухына ота жасау үшін ояту керек. Жер астындағылар өкініп жатқан нәрселер үшін жер бетіндегілер бір-бірін жеп жүр. Дүниеге бір-ақ рет келеміз деп, дүние ләззатын көру үшін әртүрлі харамға белшесінен батып жүргендерге айтарым, ақыретке де 2 рет бармаймыз. Барлық адам қателікпен жасап жүрген істі сен дұрыс жасасаң, барлығының істегені дұрыс, сенің істегенің қате болады. Сенім рух сияқты, шыққан денеге ешқашан қайта оралмайды. 2 нәрсе адамда мәңгі тұрмайды. Біріншісі жастығы және екіншісі күш қуаты. 2 нәрсе әрбір адамға пайда береді. Біріншісі көркем мінез және екіншісі кешірімділік. 2 нәрсе адамның қадірін кетіреді. Біріншісі кішіпейілділік және екіншісі адамдарға көмек. 2 нәрсе бәлені қайтарады. Біріншісі садақа және екіншісі туыстық қарым-қатынас. Жүрек таза болса, тілек қабыл болады. Алла түбінде хайырлысын береді. Адамда арман таусылама. Бірі орындалса, келесі бірі бас көтереді. Арман бітсе, өмір тоқтайды. Өзің сезбеген бақыттың саған керегі жоқ. Бір данышпан, бақытты болу бір бөлек, оны сезіне білу екінші бөлек депті. Өмірде әзілдесіп күлген жақсы, қуанышты бөлісіп жүрген жақсы. Келмейді қайта айналып қайран өмір, қадірін әрбір күннің білген жақсы. Жұмағы бұл дүниенің жақсы қатын, шығарса ағайынға жақсы атын. Гүл жүзді, шырын сөзді нәзік болса, түзетсе үй мүлкінің салтанатын. Дүниенің ол тозағы жаман қатын, жаман қатын шығармас ердің атын. 12-де бір нұқсан келмеген соң, өзгенің көре алмайсың азырақатын. Өмірге тіке қара, нендей жағдай болса да, сүрінсең де қайта тұр, алдағы қадамың нық болсын. Сені мәңгі сүрінсін деп жазбаған, Аллахыма бәрін тапсыр, пендеге емес. Адамның да ішінде адамы бар, ақылдысы, арлысы, наданы да бар. Жақсының да, жастың да, кәрінің де уақыттан алатын бір сабағы бар. Құрметті менің оқырмандарым, видео ұнаса арнаға тіркеліп
лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.